Бәріңе сәлем, сіздермен бірге Әуесхан Нұрмұхамед. Бүгін біз осындай превью жасауды үйренеміз. Онда бастаймыз. Ол үшін бізге файл, new басамыз, файлды, сосын new басамыз. Сосын 1280-де 720 деген пиксель, 720 пиксельдегі размерді аламыз. Сосын басамыз. Содан кейін бізге Photoshop'тың интерфейсі керек болады. Ол менде бар өзінде, соны аламын мен. Ал сіздер любой бір браузерге кіріп, өздеріңіз тартып алсаңыздар болады. Photoshop интерфейс десеңіздер өзі шығады. Осы мен размерін үстіп қойып алдым. Енді фильтр, blur gallery, filter. Осы болады. Окей. Сосын басып gradient дегенді басамыз. Сосын бірінші түске көк түсті аламыз да, басқа түсті алсаңыздар да болады сіздер. Мен көк түсті аламын. Екіншісіне қаралау көк түсті аламыз да, мұнан алып сөйіп әкеп түсеміз. Сосын окей басамыз. Окей. Нормал емес, overlay. Сосын бізге жазу керек. Біз как сделать превью в Photoshop'е деп жазамыз. Оны жазу үшін мықты текст деген таңдап, бұлай размерінде өйтіп, бас әріптермен как сделать превью да. Сосын хатады басамызда Photoshop'е деп жазамыз. Окей. Ctrl таны басып, размерін мен бірдей қыламыз. Окей. Дұрыс болмады. Болды. Осылай тұрады. Ctrl таны басып, екі слой таңдап, осы екі жазудың слойын Ctrl таны басып, сәл кішірейтеміз да. Окей басамыз. Сөйтіп астыға келіп қоямыз. Сосын мынаны басып, басамыз да Ctrl таны басып, жоқ, мұнымыз екі слойдты таңдаймыз да, Ctrl таны басып, Shift, сосын Alt басып, мұнымыз Ctrl Alt басамыз да, сосын сәлді өйтеміз. Сәлді өйтіп қойсақ болады. Сосын аламызды таңдаймызды.
Сосын неға екі превьюді әкеп қоямыз. Мынандай превьюларды. Превьюларды осы жерден әкеп қоя салайын. Бұлай. Енді мына кист таңдаймыз да. Мынаны таңдап, жоқ, мынаны таңдаймыз, новый ашамыз. Мынаны үстіне новый ашады да. Мындай түс. Жоқ, таңдаймыз. Мындай түс таңдаймыз. Сосын сәл размерінде өйтіп аламыз да. Сәл тағы да өйтеміз да. Çok küçültemize büyütüp tutamız. Şimdi büyütüp nerede tutamız. Büyütüp nerede tutamız. Şimdi tutamız da çok lazım benim küçük alamızdan. Şunu üçüp salamız. Sosan bunda bir ақшылдау bir salamız da. Ақшылдау bunun içine salamız. Şunu bitip salamız. Sel görünüşü oldu. Tıklayalımız. Собственно, как сделать превью деген декрет басамыз да. Мындай Bevel Emboss соранды қосамыз. Ол тесение, тура осындай настройки қоямыз да. Сосын Drop Shadow дегенді қоямыз. Оны да осылай қоямыз да, тағы Drop Shadow ашамыз, плюс басып. Сосын оған жоқ. Екінші Drop Shadowға осындай настройкилар қоямыз да. Üçüncüsüne осындай қоямыз. Стопқа қойып көріп алыңыздар. Осылар. Осы. Стопқа қойып өздеріңіздікін түзіліп алсаңыздар болады. Сосын окейді басамыз. Альтты басып тұрып, FX дегенді басып, Photoshop деген слойға келіп жіберсек, оған тура осы алып келінеді. Алып келінеді. Как сделать дегенді бүйтіп сәл істеуді болады. Болт. Осы. Тағы да Photoshop'тың өзінің логотипі менде бар. Соны алып келіп қоямыз. Ол үшін интернетте ол да бар. Bakmamızı yapalım. Ctrl-T. Alt basıp durup biraz küçültemiz. Bunları ortasına koyuyoruz. Вот логотип. Ой, превьюді үстіп жасаймын. Қалай әдемі шықты ма? Әдемі шықса лайк, подписка, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.